Жаным, кафеге кіріп шай ішейік. Иә, жақсы. Қазір жұмысқа кету керекпін, көп көңіл бөлмей жүргеніме ренжімеш. Иә, жаным, ертең кездесеміз ғой. Вечеринка болады дейсің бе? Иә, барамын әрине. Әділ, жұмыс жаса, тоқтама. Иә. Жұмысың аяқталды ма? Иә, үйге енді келдім. Ертең Әселя шақырды, вечеринкаға бірге барайықшы. Ертең жұмыста боламын, сені алып кетемін шыққасын. Жарайды, жаным. Құрбым Әділ неге келмеді? Ол жұмыстан шыға алмады, мені алып кетем деді. Тасташ соны, айналаңда бай жігіттер көп қой, Әселя ақшада емес қой мәселе. Бізге қыздарға внимание маңызды құрбым, Әділ саған қашан соңғы рет гүл берді? О, сұлулар, Әселя, құрбыңмен таныстырмадың ба? Әрине, таныстырайын. Құрбым Диляра, Диля десең болады, бұл Айдос. Қуаныштымын. Мен қазір келемін, сендер таныса беріңдер. Диля, сен сондай сұлу екенсің. Рахмет. Кеш біткен соң жеткізіп салсам қалай қарайсың? Жоға, рахмет. Кеш қалай болды, көңілді өтті ме? Иә, күшті. Сенің болғаның жақсы еді. Жаурап қалған шығарсың. Рахмет, жаным. Кеш ұнады ма? Иә, керемет өтті. Айдос сен туралы бәрін сұрады, ұнатып қалған сияқты. Айтпадың ба жігіті бар деп? Айттым ғой, оған бәрі бір сияқты. Жарайды, жүрші. Диляға сыйлық алып, қалған ақшаны анама жіберуім керек. Жаным, бұл саған. Рахмет, жаным. Ертең кездесеміз бе? Мен екінші жұмысыма баруым керек, білесің ғой, анама көмектесіп жүрмін. Диля Айдостың сәлемдемесін түсінбедім. Сәлеметсіз бе, Диляра, бұл сізге. Сәлеметсіз бе, кімнен екен? Таныстығымыз үшін бүгін сені кешкі асқа шақырамын, Айдос.